Егеменді елімізде қажырлы еңбегімен үлкен атақ абыройға кенелген азаматтар бар. Біз оларды теледидардан көреміз, әлеуметтік желіден өмірбаяндарын оқимыз. Ал сіз білесіз бе? Өз елінде дүниеге келмесе де, өз жерінде өмір сүрмесе де, өзге елде туып өсіп, үлкен атақ абыройға кенелген жандар да бар. Ресей Федерациясында оларды бәрі таниды. Біреуі сонау 1991 жылдан бастап 3 мәрте Ресей Федерациясы президент сайлауына қатысқан, ал біреуі Ресей Федерациясының даңқты қаһарманы. Ресей Федерациясындағы ең әйгілі 5 қазақ. Бүгін біз солар жайлы әңгіме айтамыз. Бүгінгі біздің бірінші кейіпкеріміз Дәулетияров Арман Елубайұлы. Ол 1970 жылы 13 тамызда Орынбор облысындағы кішігірім Тамырөткіл деп аталатын ауылда дүниеге келген. Балалық шағында отбасының жылуын көріп өскен Арман заңгер болуды армандайды. Осы мақсатта ол ауылындағы орта мектепті тәмамдап, Мәскеу қаласына келеді. Алғашында қарапайым ПТУ-ға тапсырып, оны қызыл дипломмен тәмамдайды. Одан кейін Мәскеу инженер құрылыс институтына тапсырады. Болашақ продюсер институтта аяқтай алмайды, себебі оны әскерге шақырады. Отан алдындағы борышын өтеп келгеннен кейін Арман қайтадан Мәскеуге келіп заңгерлік білімін алуға тырысады. Өкінішке орай Арман сол күйі заңгер бола алмайды. 1995 жылдан бастап өз мамандығын игеруге кіріседі. 2000 жылы Арманды Медиастар компаниясының директоры қылып сайлайды. Ал сол жылы Арман өзінің музыкальный единство деп аталатын компаниясын құрады. Ал 2013 жылдан бастап Ресейдегі атақты Муз-ТВ арнасының басшысы қызметіне тағайындалады. Оның басшылығымен Муз-ТВ арнасы қарқынды дамыды. Ол осындай үлкен қызметте болса да, өз елін, жерін, қазағын бір сәтке де естен шығарған емес. Тіпті кейбір қазақтың дарынды жастарына да қолдау көрсетіп, оларға әрдайым демеу бола білді. Мәскеу қаласында тұрып, жұмыс істесе де, қазақ тілін, салт дәстүрін сақтай білді. Арман әрқашанда қайырымдылық жасауды да тоқтатқан емес. Өзінің туып өскен еліне қызмет етудің ең жақсы үлгісін көрсеткен Арман аға бүгінде 3 ұлдың әкесі. Арман аға, біз сізге қалаған армандарыңызға жете беруге тілек айтамыз. Біздің жерімізді, қазақ халқын әйгілеуді тоқтатпаңыз. Ал біз келесі кейіпкерімізге де келіп жеттік. Вячеслав Досмухамедов Зарлыкович. Оны Ресейде бәрі таниды. Ол әйгілі кинорежиссер, сценарист, дарынды тұлға. Ол 1978 жылы 27 сәуірде Ресейдің Черниговский ауылында дүниеге келген. Оның ата-анасы мектепте мұғалім болып жұмыс істеді. Вячеслав мектепте білім алып жүрген кезінен ақ мәдени іс-шараларға белсене атсалысып, сценарий жазып, өзін жақсы қырынан көрсете білген. Спортпен де белсене шұғылданды. Мұғалімдер отбасында тәрбиеленген Вячеслав мектепті алтын белгімен аяқтады. Адамдарға пайда әкелуді алдына мақсат еткен жас Вячеслав медицина саласын терең меңгеру үшін Челябинскідегі мемлекеттік медицина академиясына тапсырды. Медицина білімін алып жүріп, қаладағы КВН сайыстарына да белсене атсалысып жүрді. Оқуын тәмамдап болып, меңгерген саласын емес, творчестволық жолмен кетті. 2002 жылы оның таланты байқалып, Мәскеуге шақырылады. Бірден РЕН-ТВ арнасына продюсер болып жұмысқа орналасты. Ал кейіннен СТС арнасына ауысады. Дәл сол арнада жүргенде жоғарыда айтылған «Папины дочки» атты әйгілі проектісін өмірге әкеледі. 2008 жылдан бастап ол «Сем арт» атты өзінің жеке компаниясын құрады. Сол жылдан бері режиссер Ресейдің бірнеше арналарына атақты сериалдарын ұсынады. Айта берсек көп әрине, бірақ Вячеславтың сериалдары Ресей көрермендері тарапынан жоғары бағаға ие болған. Қазіргі таңда Вячеслав мырза бір ұлдың әкесі және аяулы жар. Сізге зор табыстар тілейміз, Вячеслав мырза. Достар, біз мінеке 3-ші орынға да келіп жеттік. Ресейдің мықты саясаткері, мемлекет және қоғам қайраткері. Кемерово облысының бұрынғы губернаторы, ол да қазақ. Әлбетте ол Аман Төлеев. Ол 1944 жылдың 13 мамырында Түркмен еліндегі Красноводское, қазіргі Түркменбашы қаласында дүниеге келді. Әкесі Молдағазы Ұлы Отан соғысына аттанып, ерлікпен қаза табады. Мектепті тәмамдағаннан кейін Аман Тихорецкідегі теміржол көлігі техникумына, артынша Новосибирскідегі теміржол көлігі инженерлері институтына тапсырады. Еңбек жолын жас Аман Батыс Сібір теміржолында жай қызметкер болып бастайды. Кейін Новокузнецк маңындағы Мұндыбаш станциясының басшысы, артынша Кемерово қаласының теміржол басшысы қызметіне дейін көтеріледі. Бұл қызметін Аман Төлеев Кеңес одағы ыдырағанша атқарады.
Амантөлеев саясатқа 1989 жылы келуді көздеген, бірақ та тиісінше дауысын жинай алмайды. 1996 жылы оны Ресей Федерациясының тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрамына кіретін мемлекеттермен қарым-қатынас министр қылып сайлаған. Ал 1998 жылы болса, Амантөлеев ақырында Кемерово облысының әкімінің сайлауында жеңіске жетеді. Және де ол 3 мәрте Ресей Федерациясының президент сайлауына қатысады, бірақ өкінішке орай үшеуінде де жеңіске жете алмайды. Губернатор қызметінде жүріп бірнеше рет лаңкестермен келіссөзге шығып, кепілдегі кішкентай қызды да босатқан ерліктері бар. Амантөлеев өзі басқарған облыстағы жеңіл өнеркәсіптің дамуына елеулі үлес қосты. Ол өзін қазақ әрі мұсылман екенін әрдайым айтып жүреді. Тіпті Қазақстан мен Ресейдің арасында сауда қатынасын жақсартқаны үшін елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев оны Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл медалімен марапаттады. 2018 жылдың 1 сәуірінде Амантөлеев Кемерово облысы губернаторы қызметінен босайды. Оның бұл қызметтен бас тартуына не себеп болғанын білетін шығарсыздар. Кемероводағы 64 адамның жанын қиған қайғылы оқиғадан кейін ол өз еркімен отставкаға кетеді. Қазіргі таңда Амантөлеев Кузбасс аймақтық кәсіби білімді дамыту институтының ректоры және Кемерово облысындағы халық депутаты қызметтеріне тағайындалды. Аман аға, біз сізге зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Биіктерден көріне беріңіз. Достар, біз екінші орынға да келіп жеттік. Ол да белгілі саясаткер, қоғам қайраткері, қызметінен босаған милиция полковнигі. Ал 2017 жылдың қазан айынан бастап Дагестан Республикасының президенті. Ол әрине Владимир Абдуллаевич Васильев. Болашақ жоғары қызметтегі шенеулік 1949 жылы 11 тамызда Мәскеудің түбіндегі Клин қаласында дүниеге келді. Әкесі Асанбаев Абдуәлі Асанбайұлы мектепте мұғалім болып қызмет атқарды. Анасы Васильева Надежда Ивановна балабақшада тәрбиеші болып жұмыс істеді. Атасы жинаған біршама кітаптарды оқып өскен Владимир орта мектепті жақсы бағамен бітірді. 1970 жылы отан алдындағы борышын өтеп келген жас жігіт Мәскеудегі арнаулы милиция мектебінде тапсырады. Қызмет жолы 1972 жылы құқық қорғау органдарында жұмыс істеуден бастайды. 1980 жылы мемлекет мүлкін тонауға қарсы күрес бөлімшесінің бастығы қызметіне дейін көтеріледі. 1995 жылы Владимир мырза Мәскеу қаласындағы ГУВД басшысының орынбасары, 2 жылдан кейін ішкі істер министрінің орынбасары қызметтеріне тағайындалады. 2003 жылдан бастап бірнеше рет депутат болып сайланған. 2007-2013 жылдары белгілі саясаткер Единая Россия деп аталатын облыстық саяси күштің хатшысы болып жұмыс істеді. 2016 жылы Ресей Федерациясы парламентінде қызмет атқарады. Ал 2018 жылдан бастап Владимир Абдуәлиұлы Дагестан Республикасының басшысы болып тағайындалды. Владимир мырзаға сіздің ұлтыңыз қандай деп сұрақ қойылса, әкем қазақ, анам орыс деп жауап береді екен. Бүгінде бір қыздың әкесі Владимир Абдуәлиұлы өзге елде жүріп, үлкен биік шыңды бағындыра білген саяси тұлға. Еңбектеріңіз жемісті, өнімді бола берсін, Владимир аға. Көршілес елде жоғарыда айтылған тұлғалардан да өзге үлкен жетістікке жетіп көпшілікке танылған қандастарымыз бар. Бірақ бүгінгі біздің рейтингіміздің бірінші орнын иеленген ол сөзсіз Сұлтанғабиев Серік Ғазизұлы. Ол МВД полковнигі, соғыс ардагері, Ресей Федерациясының даңқты қаһарманы, нағыз батыр. Серік Сұлтанғабиев 1972 жылы Қостанай облысындағы Веденка ауылында дүниеге келген. Әкесі малшы, анасы сиыр саушы болып жұмыс істеді. Ауылындағы орта мектепті тәмамдағаннан кейін ол Челябинск қаласындағы жоғары командалық танкілі училищеге оқуға тапсырады. 1995 жылы лейтенант Серік бірінші Шешен соғысына қатысып, ерлік медалімен марапатталады. Екінші Шешен соғысына қатысып көрсеткен ерлігінің арқасында 2000 жылда медальмен марапатталады. 2009 жылдан бастап Солтүстік Кавказ бен Шешенстандағы Ресей Федерациясы қарулы күштерінде полк командирінің орынбасары, Челябинск облысындағы мемлекеттік шекараны күзетушілерге жәрдем беру сынды қызметтерін атқарады. 2014 жылы Лесном Свердловский облысындағы номері 3275 әскери бөлімшесінің командирі қызметіне тағайындалады. Сол жылы 25 қыркүйек күні әскери бөлімшенің оқу-жаттығу полигонында Алексей Теленин есімді кіші сержант оқу-жаттығу кезінде абайсызда қолындағы ГДР-5 гранатасын жерге құлатып алады. Оны көрген Серік Сұлтанғабиев кіші сержантты итеріп жіберіп, денесімен гранатаны жауып қалады. Граната жарылғаннан кейін ауыр дене жарақатын алған Серік Сұлтанғабиев кіші сержант Алексей Телениннің солай өмірін сақтап қалады. Ауруханаға дереу жеткізілген полковникке бірнеше ауыр оталар жасалады.
Алланың қалауымен аман қалған жауынгерді дәрігерлердің айтуынша оқ өткізбейтін кеудеше құтқарыпты. Үлкен ерлігі мен батылдығы үшін 2014 жылдың 24 қарашасында Ресей Федерациясының президенті Владимир Путиннің жарлығымен Серік Ғазизұлына Ресей Федерациясының қаһарманы атағы берілді. Владимир Путин Ресей Федерациясы қаһарманының төсбелгісі алтын жұлдызы Серік ағамызға өз қолмен тақты. Ал 2015 жылы Ресей муфтиі Равиль Гайнуттин Серік ағамызды жасаған ерлігі үшін Ресей мұсылмандарының ең жоғарғы марапаты Әл-Фахр құрмет орденімен марапаттады. Бір ұлдың әкесі Серік Сұлтанғабиевті жасаған ерлігі үшін Ресейдің ғана емес, Қазақстанның халқы да естен шығармайды. Ол нағыз батыр, отанын сүйген азамат, батылдықтың жарқын үлгісін көрсете білген даңқты қаһарман. Серік аға, қайда жүрсеңіз де аман болыңыз. Алла өміріңізге, ғұмырыңызға береке берсін. Құрметті көрермен, сіз де өз отаныңызды сүйіңіз, әрдайым ізденісте болыңыз, еңбектеніңіз. Бәлкім бір күні сізде ұлы тұлғаға айналып, басқаларға үлгі болуыңыз мүмкін. Видеоға лайк басып, жақсы пікір қалдырып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша аман сау болайық.